бағасының бағалаудың екінші әдісі бұл уақытпен есептеу. Уақытпен есептеу әр адамның өзіне байланысты. Мысалға, бір шебер 300 мың теңге айлық аламын деп есептейтін болса, сол шебер күндерін 26 күн жұмыс жасауы мүмкін бір айда, немесе одан да 22 күн жұмыс жасауы мүмкін. Сол күндерді сол ақшаны, яғни 300 мың теңгені күндерге бөліп, күндерден сағаттарға бөліп, 8 сағатқа бөліп, әрбір сағатының бағасын шығаруға болады. Ендеше кейбір кездері ескі заттарды сөгіп, немесе бүлдірген, басқа тігінші бүлдіріп тіккен дүниелерді қайта сөгіп өңдеу барысында сіздің қанша уақытыңыз кетеді, солай бағалауыңызға болады. Яғни бір нәрсені, бір өнімді 2 сағатта жасауыңыз мүмкін қайта сөгіп, кейбір өнімдерді 2-3 күн жасауларыңыз мүмкін. Ендеше бұл әдісті біліп қойғаныңыз артық болмайды.